14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассалаумағалейкум, қадірменді телекөрермендер. Бағдарламамыздың бүгінгі санында әдеттегідей 165 шаршы метр болатын үйіміздің ішіндегі әрлеу жұмыстарынан тағы да жалғастырамыз. Мына қолыма ұстағаным қағаз, тұс қағаз, яғни обой. Осыны жабыстырамыз қабырғаға. Оны жабыстыруымыздың себептері, қандай қызмет атқаратыны, қандай мақсатта қолданылатыны жайлы қазір оны Антош шебер түсіндіреді. Мына бөлмелердің қабырғасына толықтай осы тұс қағазды жабыстырып шығу көзделген. Енді Антош, айтсаң, бұл тұс қағазды жабыстырудың негізгі мақсаты қандай? Бұл обойды жабыстырудың негізгі мақсаты стенамызда краска болады. Қандай жаңа бояқ? Енді ол түсін емес, материалы қандай? Кәдімгі акрилді ма? Текурила деген краска болады. Ол дайын болып келеді бізге. Сол үшін соның астына мына обойымызды басамыз. Бұл басуымыздың мақсаты бұның тегіс шығу үшін краскамыздың өз светін жоғалтпай, қалай жағылса, солай тұрады стенада. Жақсы. Мына қазір біздің қабырғаларымызға өткен бағдарламаларымызда жаңағы лифкасты жаққан көрсеттік. Қазір лифкасы жағылды, теп-тегіс болып жаңағы егелді. Оның үстіне де жаңағы бояқты жаға берсе болады ғой. Оның үстіне де жаға берсе болады. Енді ол лифкас бәрібір басқаша шығады обойға қарағанда. Ал обой лифказымыздан тәуірлеу. Бір ғана сол мақсатта ма, әлде басқа да? Жоқ, басқа да мақсаты бар. Оның краска жаққанымызда обойдың үстіне жаңағы наливной құйған кезімізде праймер жақтық. Наливной құймай тұрып. Пленка создавать етіп болып, бұл да сол сияқты краскамызге тұспалмауына, көтерілмеуіне көмектеседі ғой сонда. Көмектеседі. Стенаның бәрі гипсокартон. Оның шоптары уақыттың өтуімен жарылуы мүмкін. Сол нені жарылмаудың алдын алып тұрады. Яғни қабырғадағы гипсокартон болатын болса, оның араларындағы жіптері бәрібір уақыт өте жарылады. Ал мынау соның алдын алады. Жақсы. Енді қабырғада арнайы молдингтер жабыстырылған екен. Бұл сән үшін, айырып тұру үшін стенаны. Енді бұны соның арасына ғана жағамыз ба, сыртына да түгел айналдырып жағамыз? Жоқ, түгел стенаның барлық жеріне жабыстырып шығамыз. Сосын барып, бетінен краска істейміз. Жақсы. Енді желімін жағып, тұс қағазымызды жабыстырайық. Бірінші қалай? Мұна тұс қағазға да не жағамыз ба? Жоқ, тұс қағазға клей жақпаймыз. Тек қана стенаға жағып. Тек қана қабырға жағу керек па? Обойымызға клей жағатын болсақ, ол созылып, ериді. Созылып кетсе, ол стигі бір-біріне келмей қалуы мүмкін. Обой жүда жұқа. Соның үшін тек стенаға жағып. Ал мына тұс қағазға да жағатын, желім жағатын тұс қағаздар бар ма? Ондай обойларымызда бар, о да рисункаменен қалың болып келеді. Әлгі суға төзімді, қалыңдау
түс қағаздарға жақса болады, иә? Жақса болады. Ал мынау қағаз ғой, кәдімгі қытырлаған қағаз. Бұған болмайды екен, иә? Жақсы түсінікті. Енді қабырғаға қазір түс қағазымызды жабыстырамыз. Байқасаңыздар, мына артымыздағы қабырғаларда түс қағаз жабыстырылған әппақ болғаннан кейін білінбей тұр. Бірақ жақындап баратын болса, мына қағаз екені байқалады. Енді қазір бұның кереметін көре қоймайтын сияқтымыз. Боялған кезде барып бұл өз қызметін атқаратын көрінеді. Енді қалай боялатынын алдағы уақытта көрсетеміз. Оған дейін мынаны дұрыстап жабыстыруымыз керек, иә? Бисмилля. Қай жақ екен бұның? Оның оң терісі жоқ. Оң терісі болмайды екен, иә? Онда мен бұны жабыстырған кезде жоғар жағынан және астынан кішкене қалдырып отыру керек қой деймін, иә? Иә. Себебі ертегісі шығу үшін кесеміз. Кесе салу болмайды. Ауа қалып қалады, немесе желімі көбірек жағылып кеткен жерлерде томпайып қалса, кейін ашылып кете ме ол? Жоқ, ол ашылмайды. Жел стена клейімізді сорып өзіне тартады. Қатты сыдырып клейдің артық желімдерді шығару керек па, әлде кейбір жерлерде қатып кетсе ол сіңіп кете ме? Сіңіп кетеді ол. Қатты тартудың қажеті жоқ қой, иә? Иә, қатты тартудың қажеті жоқ. Ол қатты тартсақ, обойымыз созылып, стиклер келмей қалуы мүмкін. Енді кез келген адамның қаражаты дәл осылай істеуге жеткіліксіз болуы мүмкін, бірақ ақшасы бар нағыз шеберлерді, кәсіби мамандарды іздеп жүрген адамдар үшін бұл таптырмайтын мүмкіндік. Мысалы, кейде болады, сонша ақшасын шығындайды, мамандарға жасатқан кезде құсатамайды дейді ғой. Құсатамай жатады. Ал құсататын мамандар бар. Соларға істеткен жақсы. Енді үйіңізді сәндеп жүрген болсаңыз, осы бағдарламаларымыздың әр санда көрсетіп жүрміз. Нағыз талап бойынша, түсіндірме бойынша, зерттелген ақпараттар бойынша жұмыс жасалып жатыр. Бұл сол бойынша. Енді кез келген қарапайым адамның жағдайы келе бермегенімен, біліп жүргені үшін де, ал жасатқысы келетін адамдар үшін бұл таза пайдалы ақпарат. Дәл осындай жасайтын болса, мысалы, тек қана лифкастың үстіне бояқты боя салғаннан, дәл осылай түс қағаз жабыстырып бояғанның сақталу мерзімі де, шыдамдылығы да одан әлде қайда ұзаққа жетеді. Солай екен. Осылай кесу керек, е? Мұна шпательді тақап тұрып, соған тақап кесу керек, сонда тегіс кесіледі, е? Тегіс кесіледі. Және шпательсіз кессек, жетпей қалуы мүмкін бір жерлері. Шпательмен кессек, барлық жері бірдей болып шығады. Бір қалған бір бөлмені қабырғасын жабыстыру үшін басқа бөлмелерге жағылған ғой. Қанша уақыттарыңызды алды? Бір бөлмеге бір күн уақытымыз алады. Қанша адам істегенде? 2-3 адам істеген. Міне, бөлменің түс қағазы да жабыстырылып болды. Бірақ білінбейді. Неге? Өйткені оның түсі ақ. Ақ қабырғаға ақ түс қағаз жабыстырылған кезде дәл осындай өзгеріссіз қалыпта қалады екен. Ол алыстан бір қараған кезде. Егер жақындап келетін болсаңыз, түс қағаздың бар екені білінеді. Тіптен арасындағы жіктері де білінбейді. Оның айырмашылығы қандай болатынын, түс қағаздың қызметінің қаншалықты маңызды екенін бояқ
жабылған кезде және 1-2 жыл өткен кезде бірден аңғарса болады. Себебі дәл осы тәсілмен үйді әрлеу өте ұзаққа шыдайды екен. Алдағы бағдарламамызда дәл осы қабырғаға бояқты қалай жағатынын, қандай өзгерістің байқалатынын, лифкаспен және осы түсқағаздың айырмашылығын сіздерге көрсетеміз. Бүгінге осы, келесі бағдарламамызда жүздескенше аман сау болыңыздар.